Сәлем достар, сіздермен бірге Қазақ Games арнасы. Достар, бүгін бізде кезекті распаковка. Мен ескі видеокартамды саттым. Орнына GTX 1660 Super алдым, 6 гигабайттық. Менде осының алдында GTX 1650 4 гигабайттық болған. Алды қарай жылжып 6 гигабайттан алдым. Бұл видеокарта бұлай қазір соңғы ойындардың бәрін көтереді. Қазір осыған кішігірім распаковка жасайтын боламыз. Ал, бисмилля, ашып бастайық. О, міне. Тағы ашып көрейік. Гигабайттікі. Гигабайт. Видеокарта осындай. Бисмилля деп осыны салатын боламыз. Ол 6 гигабайт, менің ескі видеокартам 4 гигабайт болатын. 4 гигабайтқа ойындарды высокий качествода қосу өте қиын, өйткені 4 гигабайтқа сыймайды. Сондықтан мен 6 гигабайттық осыны таңдадым. Әрине мен барынша арзан қылып алдым, сол баяғыдай. RTX-ті алуға болады, бірақ RTX-ті алғаннан кейін блок питанияның өзгерту керек деген сияқты жұмыс көп болғандықтан мен осыны алдым. Так, астында міне гарантияның талоны, драйвер, инструкциясы ішіне жазылған. Осыны алдық. Ал достар, енді Құдай қаласа осыны салып көретін боламыз. Оған салып бөлек обзор жасайтын болам оған. Және мен монитор алдым, игровой монитор. Игровой мониторды оны мен новидан алған жоқпын, оны мен ысталған түрінен алдым. Ол жайлы жаңа видео шығады, оны да көріп кетеміз. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, арнаға қолдау көрсетіп кетейік. Алдағы уақытта распаковкалар болады, неше түрлі тесттер жасайтын боламыз. Жақсы сау болыңыздар достар, сіздермен бірге болған Қазақ Games арнасы.